Қайырлы уақыт отандастар, Нұртаза Қадырниязов ағамыз Тоқаевтың жантүршігерлік стратегиялық жоспарын жариялады. Қытай диаспорасы пайда болды деген сөз, бұл уже Қазақстанның, қазақ мемлекетінің жаңағы үлкен қауіп дейсіз ғой. Қауіп емес, қазақ мемлекетінің құруына әкеліп соғуы мүмкін. Себебі қараңыз, мысалға, бізде орыс диаспорасы бар да, орыс диаспорасы. Ресей пайдаланып отыр ма орыс диаспорасын Қазақстанда? Пайдаланып отыр. Қытайдың қазіргі мақсаты, саясаты Қазақстанда Қытай диаспорасын жасау. И біздің билік, Тоқаевтың билігі не істеп отыр? Соған көмектесіп жатыр. Жаңа алдында Франция туралы айттым ғой. Францияда бір Қытайды атып өлтіргені үшін Қытайлар нота процесс жіберді Францияға. Біз не істеп отырмыз? Мыңдаған қазақты Қытай мемлекеті жаңа воспитательный тәрбиелеу воспитательный лагерь дейді, сол лагерлерге қамап ұстап отырды. Әлі күнге дейін ұстап отыр. Бірақ біз бұл Қытайдың ішкі саясаты деп араласпай отырмыз. Бірақ олар біздің қандастарымыз ғой. Қазақ қой олар. Сырттағы жаңағы сіз айтқан этникалық қазақтарды егер біз қорғамасақ, онда біз несіне мемлекетпіз біз? Біз қазақ мемлекеті деп аталғаннан кейін біз оларды барып қорғауымыз керек. Олардың құқықтарын, праваларын қорғауымыз керек біз. Біз Қытайға айтуымыз керек. Қытайға сіздер неге біздің қазақтарды, этникалық Қытайдағы қазақтарды осындай түрмеге жауып жатсыздар, қорлап жатырсыздар деп айту керек. Егер сондай саясат соразмерный дейді орысша айтқанда, сондай саясат жүргізу керек. Сіздер егер осылай жаңағы біздің қазақтарды бүйтіп қорлайтын болсаңыздар, онда біздер де сіздерді осы мемлекетке кіргізбейміз, инвестицияларымызды кіргізбейміз. Біз өзіміздің мұнай-газ компанияларын сіздерге сатпаймыз деп, сондай жаңағы қарама-қарсы саясат жүргізу керек. Біздер не істейміз? Біздің қазақтар, ол сендердің жаңағы азаматтарың, не істесең осы сендер қазақтарға деген ондай саясат қорқақтардың саясаты. Билік не істеу керек? Ал билік бүгін біз көріп отырғандай, осының бәріне жол беріп отыр. Бұдан шығатын жол бар ма? Қандай? Не істеу керек? Билік не істеу керек дегенде былай. Билік өзінің не істеп отқанын айтты. Көрсетті. Билік не істеді? Билік Қытайға 30 күн, 180-нің арасында 90 күн визасыз ашып кіріңдер, Қазақстанға кіріңдер деп билік өзінің сөзін айтты. Бұл жерде біз қазақ халқы, қазақтың мемлекеттігін сақтағымыз келсе, болашақ ұрпағымызға біздің өзіміздің жерімізді сақтап қалғымыз келсе, біз не істеуіміз керек? Біз биліктің мына визасыз режим беріп отқан билікті тоқтатуымыз керек. Біз билікке барып айтуымыз керек. Сіздердің істеп отқандарыңыз не? Билікке сұрақ қою керек. Қаншама Қытай Қазақстанға кірді? Қазіргі міне 23-ші 91 мен 23-ші жылдың арасында 32 жыл болды. Қаншама Қытай Қазақстанның азаматтығын алды? Сұраққа жауап беріңіз. Тоқаевқа осылай сұрақ қою керек. Қаншама Қытай Қазақстанның азаматтығын алды? Қаншама Қытай жаңа қазақтың азаматтығын алған Қытай қазақтың жерін сатып алды? Қаншама Қытай Қазақстанда жаңағы заңсыз жүр? Кім біледі соны? Білетін адам бар ма? Мен ана өзімнің мақаламда жаздым. Cities Group деген Қытайдың компаниясы мына неден Алматыдан Өскеменге жол салған. Тас жол, асфальт жол салған. Сол Cities Construction'де 134 Қытай жұмыс істеп жүр екен, 134 Қытай. Сол 134 Қытайдың 70-і заңсыз жұмыс істеп жүр екен жаңағы. Бір компанияда. Жол салуда қанша компания бар дейсіз ғой? 3500 Қазақстанда компания бар. Ал бір ғана жаңағы жол құрылысын салып жатқан компанияда 70 Қытай заңсыз жүр екен. Ол неден қалай біліп қалды? Ешкім тексермеген. Ол қалай біліп қалды? Этникалық Қытай мен қазақ бір-бірімен төбелесіп қалды да, сосын жаңа айқай-шу шықты. Бұлар не болды деп. Соны тексеруге барса 70 Қытай, жаңағы 134 Қытайдың 70 Қытайы заңсыз жүр екен Қазақстанда. Бір қана компанияда. Яғни бұл не деген сөз? Бұл билік жаңағы қанша Қазақстанда Қытай бар, заңсыз жүр. Мысалға Елен деген мына барахолка, қазақ Алматыдағы барахолка деп қаншама Қытай заңсыз жүр. Кім айта алады бізге? Біреу соған жауап бере ала ма? Миграциялық полиция мысалы айта ала ма? Қаншама Қытай заңсыз Қытайды шығарып жібердік деп бізге келіп халықтың алдында билік бізге отчет беру керек қой. Ондай отчет жоқ. Сондықтан біз не істеуіміз керек? Халық. Жаңа сіз сұрақ қойдыңыз ғой. Билік не істеп отыр? Біз не істеуіміз керек? Біз
барып билікке айтуымыз керек. Біз сайлайтын мәжілісті, билікті, президентті сайлайтын халық. Біз ондай адамдарды сайламауымыз керек. Қытайды кіргізетін адамдарды. Яғни біз оларға барып айтуымыз керек. Біз қарсымыз. Қазақтың жерін жекеге сатуға, қытайлықтарға жаңағы Қазақстан азаматтығын алдында мен айттым, Қазақстан азаматтығын алған Қытай жерді сатып алады деп. Сол жерді сатып алудың бәрін біз жаңағы тоқтатуымыз керек. Яғни халық болып бірігіп билікке барып айтуымыз керек. Мына істеп жатқандарыңыз біздің мүддемізге қарсы, біздің мемлекетіміздің мүддесіне қарсы. Сондықтан біз бұны тоқтатыңыздар. Визасыз кіргізуді, Қытайды Қазақстанға визасыз кіргізуді тоқтатыңыз деді, сөйтіп айту керек. Басқа жолын мен көріп тұрған жоқ. Соңғы сұрақ, Нұреке. Жалпы Қытаймен бүгін қазақ билігінің жақындасу, енді онсыз да шекарашылық мемлекет құрылғалы жақындасып келе жатыр ғой. Дей тұрғанмен президент Тоқаев келгеннен кейін мынау визасыз режим деген дүние шығып жатыр. Тағы да басқа да Қытайға көптеген жеңілдіктер беріліп жатыр деп айтылады. Осының барлығы президент Тоқаевтың кеше мысалы Қытайда оқыды, Қытайда жұмыс істеді деген дүниелер айтылатын тұғын. Сонымен президент Тоқаевтың Қытайға қандай да бір жақындығы жоқ па? Сол әсер етіп жатқан жоқ па? Енді әрине мен сіздің сұрағыңызды түсіндім. Өте дұрыс сұрақ. Менің де негізі ойымның жүрегімнің астында түкпірде осындай сұрақтар жүр. Бірақ қараңыз, Тоқаев Қытайдың елшілігінде 10 шақты жыл жұмыс істеді Қытайда. Қытай тілін Тоқаев жақсы біледі. Енді қараңыз, Тоқаев өзінің жаңағы туған күнінде 70 жасқа толды ғой. 17 майда 70 жасқа толған кезде Қытайға барады. Жаңағы ресми сапармен Қытайға барады. Неге өзінің 70 жасқа толған күні Қытайға барады? Не мақсатпен? Сол Қытайға барған кезде сіз қалай ойлайсыз, Қытай қалай қарсы алды? Ол туған күнін кеше жаңа Берік Уәли айтып жатыр. Біздің президентіміз туған күнін тойламайды деп айтып жатыр. Ал туған күнін тойламаса, өзінің туған күнінде 70 жасқа жаңа былайша айтқанда юбилей дейміз де, 70 жасқа барған неге Қытайға барды? 70 жасқа. Бұл бір сұрақ. Сол кезде барған кезде жаңағы 17-сі күні Қытайға барып, Қытайдағы қол қояды жаңағы визасыз режим кіргізуге. Яғни Тоқаев билікке келгеннен бастап Қазақстанға Қытайдың Қазақстанға кіруі көбейіп бара жатыр. Статистика менде жоқ, бірақ қараңыз, бір жаңағы мына жерде мына қағазда статистика бар. Бір жылды 22 жылмен мына 23 жылды салыстырғанда 45 мың адам жаңағы Қазақстанға келген. Көрдіңіз бе? Қаншама Қытай, енді қараңыз. Енді сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде байланыстар болуы мүмкін. Себебі қалай? Оларға жаңағы жеңілдіктер неге соншама беріп жатыр Қытайға?